Саламатсыңдар ма, балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сынып сағатына дайынбыз ба? Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, бүгінгі күнге сендерге тек қана жақсылық тілеймін. Осы құлпырған гүлдей, күлімдеген күлдей көңіл күй сыйлаймын. Олай болса, сынып сағатымызды бастайық. Сынып сағатын бастамас бұрын, алдымен мына бір ребусқа назар аударайық. Осы ребусты шеше отырып, бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбын ашып алайық. Кәне, кім жылдам екен? Ребусты кім шешіп екен? Жауабы қандай? Тамаша, жарайсыңдар. Кітап дейді, өте жақсы, тамаша. Олай болса, бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы кітап қымбат қазына. Сынып сағатымыздың мақсаты, балалар, кітаптың адам өміріндегі алатын орнын ұғындыру, түрлі тәсілдер арқылы оқушыны байқағыштық, тапқырлық, өз ойын жүйелі айту қабілетін дамыту, сөздік қорын молайту, кітапты ұқыпты ұстауға үйрету. Балалар, кітап дегенді қалай түсінесіңдер? Кітап деген не? Дұрыс айтасыңдар. Кітап біздің досымыз. Кітап қымбат қазына. Кітап адамның рухани азығы. Кітап туған жер, туған ел бақытын арттыратын ұландардың көмекшісі. Балалар, кітап туралы мынадай мағлұмат бар екен. Кітап араб сөзі. Ол жазба деген мағынаны білдіреді екен. Ал түрікше дәптер деген мағынаны білдіреді екен. Балалар, қағаз қайдан келеді? Ойланып көрелікші. Кәне, дұрыс айтасыңдар. Қағаз ағаштан жасалады. Бірақ ағашты қағазға айналдыру үшін адамзат көп тер төгеді. Кітап біздің досымыз. Оны жасау үшін адам баласы көп еңбек сіңіреді. Алдымен адам орманнан ағаш кеседі. Оны фабрикаға апарады. Фабрикада ол ағашты қағаз қылып шығарады. Оқулыққа әңгіме, ертегі, өлеңдер жазып, суреттер салып, кітап етіп шығарады. Балалар, ерте заманда түрік халықтары тас бетіне сына жазуды қолданған екен. Ал ежелгі Египетте жазу құралы ретінде ағаш су өсімдігі папирусты пайдаланған екен. Кітап папирус деп аталатын. Ол жұмыр таяқшаларға шиыршықталып оралған екен. Ал Кіші Азияда Пергам патшалығының шеберлері жануарлар терісінен жазатын жаңа материал әзірледі. Патшалықтың атымен пергамент деп аталыпты. Біздің заманымыздың 2-ші ғасырында тұңғыш рет Қытай елінде қағаз жасалынған екен. Оны Цай Лунь ойлап тапқан екен. Бұл ең арзан материал болып саналды. 800 жыл бойы Қытай халқы қағаз шығаруды құпия сақтады. Алтын кітапты американдық геологтар Шри-Ланкадан тапқан. Оның беттері таза алтыннан жасалған екен. Кітапта ежелгі үнді поэмасы қашап жазылған. Балалар, мына бір суретке назар аударыңдар. Бұл кітап басу цехы, баспа деп аталады. Ал мынау түп теу цехы. Балалар, есіңде сақта. Кітапты ұқыпты таза ұстау керек. Өздеріңнен кейін оны көптеген балалар оқитынын есіңнен шығарма. Кітапты қалай болса солай оқыма. Кітапты жыртуға, сызуға болмайды. Кітапты төсекте жатып, ас ішіп отырып оқыма. Кітап оқуды үлкен ой еңбегімен оқу керек. Ал енді балалар,
мына бір даналық сөзге назар аударайық. Жақсылап тұрып оқып, өзіміздің есімізде сақтап алайық. Кәне, алдымен Абай атамыздың айтқан даналық сөзін оқиық. Артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге дейді. Ал Шекспир не деген екен? Кітап дейді, маған тақтан да қымбат деген екен. Ал Максим Горький ше? Максим Горький кітап әлемдегі құпиялы, ұлы ғажайыптардың бірі деген екен. Осы даналық сөзді балалар жақсылап оқып, естеріңде сақтап алыңдар. Ал мына бір кітап туралы көріністі кәне оқып көрелік. Кітапта алма ағашы, жемісің біздер теретін. Тәтті алмаға балашы, кітабыңның әр бетін. Жақсылап ойланып, ой түйіп көрші. Кітап білім бұлағы. Адамзаттың жарқыраған шырағы, бізге әкелер бабалардың мұраты. Ұрпақтарға темір қазық бола бер, болашақта кітап білім бұлағы. О, кітап, бас иемін мәртебеңе, игілік қазынасың бар адамға. Сен берер жақсылықтың есебі жоқ, жеткізіп жолын тауып айталам ба? Керемет кемеңгер жан ақыласқан, ең алғаш әріп жасап кітап басқан. Емес пе шын ғажайып осы кітап, халыққа өнер білім нұрын шашқан. Ал енді балалар, осы өткендеріміздің барлығын ойымызға қортайықшы. Кәні, кітап неден, қалай жасалды? Ой қортып, менің сұрағыма жауап берші. Кітап неден, қалай жасалды? Кітапсыз өмірді елестету мүмкін бе? Кітапты қалай ұстау керекпіз? Кітапханаларға барып, кітаптар алып оқимыз ба? Қандай кітап оқығанды жақсы көресің? Ерте кезде қандай кітап түрі болды? Кәне жауап берші. Жарайсың, өте жақсы. Менің ойымша, сіздер дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Тамаша. Осы айтқандардың барлықтарын ойларыңызға түйіп алды деген ниеттемін. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылайық. Кітап заманалар толқынында тербеліс үстіндегі қымбат қазынасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келе жатқан ой кемесі. Кітап ақылгөй, адал досың, өмірлік есті жолдасың. Кітап мәңгілік парасаттың ең киелі ғимараты деген сөзбен бүгінгі сабақты аяқтағым келіп отыр. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабақтан көп нәрсе түйіп алдыңдар деген ойдамын. Кездескенше сау саламатта болыңдар.